Сәлеметсіздер оқушылар. Жаратылыстану сабағын бастаймыз. 20 сабақ. Жер және ғарыш бөлімі. Сабағымыздың тақырыбы ғаламшарлар қандай болады? Қандай ғаламшарларды алып деп атайды дейсің? Үлкен ғаламшар бүгін сабағымыздың тірек сөзі. Бірінші тапсырма: ғарыш кемесінің траекториясын бақыла, Юпитерді ақылай атайтынын анықта. Алып ғаламшар. Ғаламшарлар неліктен осылай атайды? Ойлан. Юпитер күн жүйесінің ең үлкен ғаламшарлары, газды сақиналы тастан, мұз қиыршықтары мен ғарыш тозаңдарынан тұрады. Бұл ғаламшарлардың серіктері бар. Тағы қандай ғаламшарларды алып ғаламшарлар деп аталады? Сатурн, Уран, Нептун. Күн жүйесінің ғаламшарлары екі топқа бөлінеді. Жер тобында ғаламшарлар олы Жер, Марс, Шолпан, Меркурий. Бұлар үлкен емес, қатты қабатты және күнге жақын орналасқан. Тығыз тау жыныстары мен металдардан құралған. Меркурий мен Шолпанның серіктері жоқ. Алып ғаламшарлар Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Бұлардың бір ерекшелігі бар. Газды сақиналары тастан, мұз қиыршықтары мен ғарыш тозаңдарынан тұрады. Ол ғаламшарлардың серіктері бар. Екінші тапсырма: ақпаратты талдап, белгіле, білетінмін, басқаша ойлағанмын, мен үшін жаңа мәлімет. Юпитер күн жүйесінің ең үлкен ғаламшары. Оның беткі бөлігі Жер немесе Марс тәрізді қатты емес. Юпитер газдан құралған. Ол газды алып, оның бетіне үнемі дауыл құйылып тұрады. Юпитер өз бөлігімен бойымен өте жылдам қозғалады. Демек, мен үшін бұл жаңа ақпарат болды. Түрлі ақпарат көздері пайдаланып, әрбір ғаламшарлардың ерекшелігін біліп ал. Деректерді кестеге енгіз. Ғаламшарлардың аты Юпитер Жер. Юпитер күннен әрі орналасу 5-ші орналасқан, беткі бөлігі қатты емес, серіктердің саны жоқ, ерекшелігі үнемі дауыл құйып соғады. Жер беткі бөлігі қатты, серіктердің саны біреу, ерекшелігі тіршілік бар. Төртінші тапсырма: қуаныш ғаламшарларды салыстырды, оның тыныстығы басқа ғаламшарлардың ұқсастығы мен айырмашылығында. Меркурий ең кішкентай ғаламшар, серіктері жоқ, ал Жер серігі бар, ғаламшарда су бар, ауа қабатында көп мөлшерде оттегі бар. Екеуінің ұқсастығы пішіні шар тәрізді, беткі бөлігі қатты, өз орбитасының бойымен қозғалады. Бесінші тапсырма: күн жүйесінің моделін жеміс-жидектерден жаса. Мысалы, жүзім, Меркурий, басқа ғаламшарларды бейнелеу үшін қандай жемістерді таңдайсың? Алмаға Юпитер, бананға күн, қызанаққа Марс. Алтыншы тапсырма: мәтінді оқы, қай ғаламшарлар туралы айтылған? Осы ғаламшар туралы не білесің? Әр ғаламшардың өзіне тән ерекшеліктері бар. Сатурнды бірден танисың. Оны үлкен сақина қоршап тұр. Сақина тұтас та емес. Әртүрлі жолақшалардан тұрады. Ғалымдар бір кездері ондағы су қатып қалған сақинада қар мен мұз қиыршықтарынан тұрады деп шешті. Менің алғашқы энциклопедия. Жетінші тапсырма: суреттерге қарап, ғалымдардың ғарышты қалай зерттейтінін әңгімеле. Сен білесің бе, обсерваторияны оңай тануға болады. Оның телескопқа арналған ашылып жабылатын күмбез тәрізді төбесі бар. Тянь-Шань обсерваториясы Алматы қаласының маңындағы биік тау басында орналасқан. Ғалымдар бұл жерде күнде жүріп жатқан процестерді зерделейді. Олар Ай, Марс тағы басқа денелерді зерттейді. Ғарыштық дәуір 1957 жылдың 4 қазанда бұрынғы КСРО дүниежүзінде алғаш рет жердің жасанды серігінің ұшуына байланысты басталды. Екінші маңызды ғарыш дәуірі 1961 жыл 1 сәуірде адам баласының Юрий Гагариннің тұңғыш рет ғарышқа ұшуы. Ғалымдар ғарышты обсерваторияда телескоптың көмегімен бақылап зерттейді. Сонымен қатар ғарышқа зымырандар мен жасанды жер серіктерін жіберу арқылы түрлі зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Өз ғаламшарын ойлап тап, оны сипатта. Сенің ғаламшарың қалай аталады? Жер деп аталады. Ол несімен ерекше? Тіршілік етуі бар. Оның үстінің беті қандай? Жер, топырақ бар. Сенің ғаламшарың тіршілік бар ма? Иә. Күн жүйесінің ғаламшарлары қандай топтарға бөлінеді? Екі топқа бөлінеді: Жер және алып ғаламшарлар. Алып ғаламшарлардың аты Юпитер, Сатурн, Нептун. Жер мен Марс қай топқа жатады? Жер тобында ғаламшарлар жатады.